Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен екінші сабақ менің ана тілім тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма, топтастыруды оқы. Саған қай сөздер түсініксіз? Балалар, тіл ол біздің сөйлеу мүшеміз, Тіл ана тілі, туған тіліміз, мемлекеттік тіл, қазақ тілі және де ұлт тілі. Балалар, тіл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау құралы. Ол арқылы біз өз ойымызды, сезімімізді, арман-тілегімізді жеткіземіз. Тіл халықтың тарихы мен мәдениетінің айнасы. Біздің ана тіліміз қандай тіл? Дұрыс айтасыздар. Біздің ана тіліміз қазақ тілі, Олай болса, келесі тапсырма, екінші жаттығу. Түсініп оқы. Өлеңде не туралы айтылған? Туған тілім. Туған тілім, бабам тілі өз тілім. Туған тілім, ана тілі өз тілім. Туған тілім, далам тілі өз тілім. Туған тілім, адам тілі өз тілім. Көк аспанда, қанат қағып ұшқанда, өз тілінде қиқулайды құстар да, өз тілінде кісінейді құлыншақ, деген кім бар, өз тіліңді ұстанба. Балалар, өлеңнің авторы Дихан Әбілев. Осы өлеңдегі өз тілін ұстанбау деген сөз, ол ана тілінде сөйлемеу деген мағынаны береді. Балалар, енді өлеңде не туралы айтылған? Соны айта кетейік, Өлеңде туған тілдің қастерлі екені айтылған. Ол ата-бабамыздан қалған аманат, халықтың байлығы мен жүрегіні. Өз тілін құрметтеу әр адамның парызы екені өлеңде көрсетілген. Білгенің жөн. Балалар, 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні. Осыны естен шығармаңыздар. 3 жаттығу. Туған тілім өлеңіндегі бірінші шумақты қалай тез жаттап алуға болады? Бірінші, өлеңнің бірінші шумағын қайталап оқы. Туған тілім, бабам тілі өз тілім. Туған тілім, ана тілі өз тілім. Туған тілім, дала тілі өз тілім. Туған тілім, адам тілі өз тілім. Екінші, сызбада ұқсас сөздердің қалай көрсетілгеніне назар аудар. Үшінші, сызба бойынша шумақтан неше сөз жаттау керек екенін анықта. Шумақты жатқа айтып көр. 4 жаттығу. Суреттерді пайдаланып, өлеңді толықтырып жаз. Өз тілінде сыбдырлайды жапырақ, өз тілінде сыңғырлайды ақбұлақ, өз тілінде күмбірлейді домбыра, өз тілінде маңырайды ағлақ. Балалар, мінекей суреттердегі сөздерді пайдаланып, біз өлеңді оқып шықтық. Олай болса, 5 жаттығуға назар аударыңыздар. Қорытындыла. Қазақ тілінің сен үшін қандай тіл екенін түсіндір. Балалар, қазақ тілі менің ана тілім. Ол мені дүниеге келгеннен бастап тәрбиелеп келеді. Бұл тіл арқылы мен өз ойымды, сезімімді жеткіземін. Қазақ тілі халқымның тарихы мен мәдениетін сақтаған қазына. Ол мені халқымның дәстүрі мен салт санасымен байланыстырады. Сондықтан қазақ тілі мен үшін ең қымбат, ең асыл тіл. Олай болса, балалар, үй тапсырмасы өлеңнің бірінші шумағын жаттап алыңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды, әрі ұнады деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Олай болса, балалар, келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.